Сәлеметсіңдер ме балалар? 4 сынып 57 сабақ. Достар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Балалар, бүгінгі сабақта 3 таңбалы сандарды бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің дейді. Бірінші есепте бізде қалдықпен бөлуді орында деп тұр. Егер бөлінгіш бөлгіштен кіші болса, онда бөліндің мәні 0-ге, ал қалдық бөлінгішке тең болады дейді. Үлгі көрсетіп қойған 171 бөлу 285 тең болады 0, 171 қалдық. Тексеру 285-ті көбейтеміз 0-ге, қосамыз 171. Бізде бұл көрсетіп қойған үлгі. Енді бізге есеп беріп отыр 81 бөлу 8. 81-ді 10-ға бөлеміз. 10-ға бөлінеді, 1 қалдық қалады. Келесі есеп 81-ді 90-ға бөлеміз. 81-ді 90-ға бөлсек 0 қалады, қалдық 81. 481-ді 8-ге бөлсек 60, қалдық 1. 171-ді 285-ге бөлсек 0, қалдық 171 шығады екен. Осы егер бөлінгіш бөлгіштен кіші болған жағдайда, онда бөліндің мәні 0-ге тең деген ережені ұмытпаймыз. Екінші бөлудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. Яғни назар салып, қарап алып алсаңдар болады. Үшінші есеп. Тексере отырып, есепте дейді. 137.712-ні бөлеміз 456-ға 302. 456-ны 302-ге көбейтсек 137.112. Келесі есебіміз 300.000-ді 490-ға бөлсек 90-ды 995-ге бөлсек 302, 995 көбейту 302 тең болады 300.490. Келесі есебіміз 228.912-ні 456-ға бөлсек 502, 456-ны 502-ге бөлсек 228.912. 361.790-ды бөлеміз 599-ға тең болады 604, 599-ды 604-ге көбейтеміз 361.796. Келесі есебіміз 4-ші есеп. Есепте дұрыстығын тексер дейді. 150.756 мен 739-ның бөліндісі 204. Келесі 132 мен 184. 132.184 пен 164-ның бөліндісі 806. 81.900 пен 234-ның бөліндісі 350. 60.032 мен 896-ның бөліндісі 62. 195 пен 195.780 мен 753-дің бөліндісі 260. 260.700 пен 395-дің бөліндісі 660. Бесінші есеп. Нью-Йорктегі метрополитен өнер музейіне бір жылда 358.920 оқушы келеді. Егер келушілердің орташа саны жылына 997 оқушы болса, онда музей бір жылда неше күн жұмыс істеген дейді. Күніне 997 оқушы келсе, бір жылда 358.920 оқушы жұмыс істеген күндері бір жылда 358.000 мен 920-ны бөлеміз 997-ге тең болады 360 күн. Музей бір жылда 360 күн жұмыс істеген дейді. 6-ші есепте дүниежүзілік танымал музейлерге адамдардың келу деңгейіне қарай есеп құрастыр дейді. Бізде рейтинг орын бойынша келушілердің жалпы саны, музейлердің атаулары, ол музейлердің орналасқан қалалары берілген. Енді соған есеп құрастырамыз. Британ музейі 6.420.395 адамдардың келушілер саны. Лувр музейінде 7.400.000 адам келетін болған. Яғни, қайсысы артық деп есеп құрастыратын болсақ, 7.400.000 мен 6.420.395-ті азайтатын болсақ, бізде 979.605 шығады. Лувр музейіне, Британ музейіне қарағанда 9.079.605 адам артық келеді екен.
Жетінші есеп. Сызба бойынша өрнек құрастыр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектің мәнін тап дейді. Бізге мына жерде сызба берілген, сол бойынша есеп құрастыруымыз керек. Әртүрлі сандар бар. 3000 қосу жақша ішінде 4860 қосу 860 бөлу 4 көбейту 28. Есептің жауабы 43440. Ендеше бірінші амал бізде жақша ішіндегі амал кетеді. 4860 қосу 860 тең болады 5720. 5720-ны 4-ке бөлетін болсақ 1430 шығады. 1430-ды 28-ге көбейтсек 40040 шығады екен. 3000 мен 40040-ды қосатын болсақ 43040 шығады екен. 8-ші есеп. Суреттегі картиналардың ауданын, қоршауының периметрін есепте дейді. Бізде бірінші суретте ұзындығы 60 см, ені 40 см сурет тұр, яғни оқулықтан қарасаңыздар болады. Біз периметрін табуымыз керек, сонымен қатар оның ауданын да табуымыз керек. Периметрдің формуласын еске түсіреміз. 2 көбейту жақша ішінде А қосу В. Яғни А дегеніміз ұзындығы, В дегеніміз біздің қабырға ені. П тең 2 көбейту жақша ішінде 60 пен 40-тың қосындысы, оны 2-ке көбейтеміз. Яғни 60 пен 40-тың қосындысы 100, оны 2-ке көбейтсек 200 см екен периметрі. Ал енді аудан табу үшін S тең А көбейту В, яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз. S тең 60 пен 40-тың көбейтіндісі 2400 см квадрат екен. Сонда картинаның ауданы 2400 см квадрат, периметрі 200 см екен. Келесі біздің суретіміз, оқулықтан қарап отырсаңыздар болады, 70 см ені, ұзындығы ені 70, ұзындығы 90 см деп алсақ та болады. Мына жерде шатасып ауыстырып алсақ та ештеңе қылмайды. Ұзындығы 70 см, ені 90 см, периметр ауданын табамыз. Периметр табу үшін 2 көбейту жақша ішінде 70 пен 90-ның қосындысы 160, 2 мен 160-ның көбейтіндісі 320 см. Аудан табу үшін 70 пен 90-ды көбейтеміз, 6300 см квадрат. Сонда картинаның ауданы 6300 см квадрат, қоршаудың периметрі 320 см. Келесі картинамыз біздің 80-80. Яғни ұзындығы да, ені де 80 см шаршы деп алуға болады. Бұл біздің бұның ауданын табатын болсақ 80 мен 80-ді көбейтеміз, 6400 см квадрат. Ал периметрін табу үшін 4 ережені қараймыз. Периметр табу үшін 4 көбейту А, П тең 4 пен 80-ді көбейтеміз, 320 см. 4 деп отқанымыз бұл 4 қабырғасы, яғни 4 қабырғасы да бірдей болғандықтан оны 4-ке көбейтеміз. Картинаның ауданы 6400 см квадрат, қоршаудың периметрі 320 см. 9-ші есепті оқимыз. Фигура түрлі түсте текшелерден құралған. Суреттердің қайсысы осы фигураның алдыңғы бетінен, оң жағынан және төбесіне қарағандағы үлгісі болып табылады дейді. Алдыңғы бетінен нөмірі 3-ші сурет, оң жағынан 1-ші сурет, төбесіне қарағанда 2-ші сурет екен. Мына жерде 10-ші есептер тұр. 10-ші есепте есептеп дұрыстығын тексер дейді. 169 пен 332 мен 548-дің бөліндісі 309. Тексеретін болсақ, 548 мен 309-ның көбейтіндісі 169332. 51689 бен 127-ның бөліндісі 407, 127 мен 407-ның көбейтіндісі 51689. 59690 мен 235-ның бөліндісі 254. 235 мен 254-ның көбейтіндісі 59690. 105300 пен 25-ның бөлінісі 4212. 4212 мен 25-ның көбейтіндісі 105300. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше
арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.